Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Құлсарыдағы су тасқынынан зардап шеккен қала тұрғындарының митингі аяқталды. Бұл туралы Атырау облысы Жылой ауданының әкімдігі хабарлама жасады. Әкімдік қала алаңы қалыпты жағдайға оралғанын хабарлайды. Бейбіт митингке қатысушылардың шатыры бөлшектеліп жинақталған. Барлық қоғамдық орын әдеттегідей жұмыс істеп жатыр. Зардап шеккен қала тұрғындарын залалды бағалау нәтижелерімен таныстыратын мобильді топтардың жұмысы жалғасады. Құлсары тұрғындарына нөмірі 20 қалалық мектеп базасында және нөмірі 109 байланыс орталығы арқылы тұрақты консультативтік қолдау көрсетіледі. Жергілікті мәдениет үйінде әкімдікпен бағалау нәтижелерімен келіскен қала тұрғындары арасында келісімдерге қол қойылады дейді хабарлама мәтінінде. Ал Құлсары тұрғындарының бірі азаттық басылымына митингке қатысқандардың бір бөлігі, екінші бөлігі басқа талаптарды қоя бастағаннан кейін райынан қайтқандарын айтқан. Таңертең мен шатырлардың алынып тасталғанын көрдім. Кеше мен өтемақы мөлшермен келісіп, сол жерден кеттім, бірақ кеше 21 мамырда тұрғындардың талаптары өзгеріп, басқа себептермен келгендердің саны артты. Үшінші жартысына вахталық кенттен жігіттер келді. Олар шатырларды бөлшектеп алып кетті. Кеше Қанат Беймырзаевты босату және өтел алымды жою талаптары қойыла бастағаннан кейін, ауыл тұрғындары талаптарының саяси талаптарға айналмауы үшін шатырлар жиналды дейді. Құлсары тұрғындарының айтуынша, су тасқынынан зардап шеккендердің бір бөлігі жылжымайтын мүлікті бағалау жөніндегі комиссиямен әлі де келіспейді. Құлсарыдағы наразылық су тасқынынан қатты зардап шеккен өңірлердің бірі. Құлсары халқы бірнеше күн бұрын наразылыққа шыққан еді. Біз сауатсыз емеспіз, қанағат қылып 400 мыңнан есептеп отырмыз. Соның ісіне сарайы да қорасы да кіреді деп өз талаптарын жеткізді. Құлсарылықтар өздерінің орта есебімен кететін шығынды шаршы метріне 400 мың теңге деп бағалаған еді.